Заңды қайталау 31-ші тарау. Бұдан кейін Мұса бүкіл Израиль халқына тағы мына сөздерді айтты. Жасым енді 120-ға келді. Бұдан бұлай сендерді жетелеп бастай алмаймын. Жаратқан ие маған, сен Йордан өзенінің арғы жағына өтпейсің деген болатын. Сендерді сол өзеннен бастап өткізетін құдайларың жаратқан иенің өзі. Ол алдарыңдағы жау халықтардың бәрін қырып, сендер осы елді иемденетін боласыңдар. Жаратқан иенің айтқанындай Иешуа да сендерді бастап өзеннен өтеді. Аморлықтардың патшалары Сихон мен Огты өздерінің елдерімен бірге құртып жібергені сияқты, жаратқан ие өзеннің арғы жағындағы халықтарға да солай істейді. Жаратқан ие оларды қолдарыңа тапсырады, ал сендер мен өздеріңе табыс еткен бұйрықтардың бәрін оларға орындауға тиіссіңдер. Қайратты да батыл болыңдар, жауларыңнан еш үрейленіп қорықпаңдар. Себебі құдайларың жаратқан ие сендермен бірге жүріп жар болады. Ол сендерді ешқашан тастап та кетпейді, жалғызда қалдырмайды. Бұдан кейін Мұса Иешуаны шақырып алып, бүкіл Израиль халқының алдында оған былай деді: Қайратты да батыл бол, себебі сен осы халықты ертіп, жаратқан ие оларға сыйлауға, ата-бабаларына уәде еткен елге кіресің. Сол елді оларға мұралық меншікке үлестіріп беруге тиіссің. Жаратқан иенің өзі алдыңда жүріп саған жар болады. Ол сені ешқашан тастап та кетпейді, жалғызда қалдырмайды. Еш нәрседен уайымдап қорқушы болма. Сонымен Мұса пайғамбар осы Таурат заңын жазып қойды. Оны жаратқан иенің келісім сандығын көтеріп жүретін леуілік діни қызметкерлерге және Израильдің күллі рубасыларына тапсырып, оларға былай деп өсиет етті. Әр 7 жылдың соңындағы қарыздар кешірілетін жылғы күркелер мейрамы кезінде бүкіл Израиль халқы Құдай иеміз таңдап алған жерде оның алдына жиналсын. Сол кезде осы Таурат заңын бүкіл жамағатқа дауыстап оқып беріңдер. Олар Таурат заңын тыңдап, үйреніп, Құдай иемізді терең қастерлеп, Таураттың барлық ережелерін сақтап орындаулары керек. Бүкіл халықты жинауға тиіссіңдер. Еркек не әйел болсын, балалар не қалаларыңда тұрып жатқан жат жұрттықтар болсын, бәрі де келуге міндетті. Сендер Йордан өзенінен өтіп, кірген соң иемденетін елді мекендеген барлық кездеріңде, осы Таурат заңын білмей өскен ұрпақтарың да оны тыңдап, құдайларың жаратқан иені терең қастерлеуді үйренулері қажет. Содан кейін жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: Біліп қой, бұл дүниеден өтетін уақытың таяп қалды. Иешуаны шақырып алып, екеуің кездесу шатырында тұрыңдар. Мен оған сол жерде нұсқауларымды тапсырамын. Сонымен Мұса мен Иешуа кездесу шатырының алдына келді. Жаратқан ие бағана тәрізді бұлт ішінде кездесу шатырында пайда болды. Бұл шатырдың кіреберісінің үстінде тұрды. Жаратқан ие Мұсаға тағы былай деді: Міне, сенің көз жұмып, ата-бабаларыңа аттанатын уақытың жетті. Ал содан кейін бұл халық кіргелі тұрған елде азғындыққа салынып, сол елдің бөгде тәңірлерінің жолына түсетін болады. Осылай халық менен бас тартып, олармен жасаған келісімімді бұзады. Сонда қаһарым оларға жалындай лаулап, мен олардан бас тартып, бет-жүзімді жасырамын. Олар қырғынға ұшырап, бастарына көптеген бақытсыздықтар мен ауыртпалықтар түседі. Сол күндері халық осы бақытсыздықтардың басымызға түскені Құдайымыздың бізбен бірге жүріп, жар болмағандығынан емес пе деп сұрайтын болады. Ал мен олардың бөгде тәңірлерге бұрылып, істеген барлық әділетсіз іс-әрекеттері үшін олардан бет-жүзімді шүбәсіз жасырамын. Сонымен Израиль халқына қарсы менің айғағым болу үшін мына жырды жазып қойып, оларға үйретіп ән салғыз. Себебі мен оларды ата-бабаларына уәде еткен ағы мен балы ағыл-тегіл елге бастап апарғаннан кейін, олар ішіп-жеп, тойынып, семіріп, бөгде тәңірлерге бет бұрып, құлшылық ететін болады. Сонда олар менен бас тартып, өздерімен жасаған келісімімді бұзады. Уақыты келіп, көптеген бақытсыздықтар мен ауыртпалықтар бастарына түскен кезде, осы жыр оларға қарсы айғақ болады. Себебі бұл жыр ұрпақтарының аузынан түспейтін болады. Мен оларды антпен уәде еткен елге кіргізбей тұрып ақ, олардың қазіргі ой-ниеттерін жақсы білемін.
Сол күні-ақ Мұса осы жырды жазып алып, Израиль халқына үйретті. Мұнан кейін жаратқан ие Нун ұлы Иешуаға бұйрық беріп былай деді: қайратты да батыл бол, өйткені израильдіктерді мен оларға антпен уәде еткен елге бастап алып кіресің. Мен өзім сенімен бірге жүріп жар боламын. Мұса осы Таурат заңының күллі сөздерін бір кітапқа жазып бітіргенде, жаратқан иенің келісім сандығын көтеріп жүретін левліктерге былай деп бұйырды: мына Таурат заңының кітабын алып, құдайларың жаратқан иенің келісім сандығының бір жағына салыңдар. Ол халыққа қарсы айғақ болып сол жерде қалсын. Сендердің қандай бас көтергіш, тоң мойын, қыңыр халық екендеріңді білемін. Мен әлі де тірі болып қастарында жүрсем де, сендер жаратқан иеге бағынбай келесіңдер. Ендеше мен өлгеннен кейін одан бетер болмай ма? Барлық рубасыларың мен басқарушыларыңды маған жинап алып келіңдер. Осы сөздерімді дауыстап айтып беріп, көк пен жерді оларға қарсы айғақ болуға шақырамын. Мен өлгеннен кейін сендердің азғындыққа салынып, мен өздеріңе бұйырған жолдан тайып кететіндеріңді білемін. Сондықтан болашақта бастарыңа бақытсыздық түседі. Себебі жаратқан иеге жек көрінішті істер істеп, өз қолдарыңмен жасап алған тәңірсымақтарыңмен оның ашуын туғызасыңдар. Содан кейін Мұса бүкіл Израиль халқының алдында төмендегі жырды басынан аяғына дейін айтып берді. Заңды қайталау. 32-ші тарау. Көк ден қойып тыңдасын. Мен сөйлейін. Жерде аузымнан шыққан сөзді естісін. Тағылымым жаусын, жаңбыр тамшыларындай. Сөздерім түссін, түннің мөлдір шығындай. Жас шөпке құйылған таза жаңбырдай. Көк құраққа төгілген жұмсақ нөсердей. Паш етемін жаратқанның ұлы атын. Даңқтаңдар Құдайымыздың салтанатын. Құдай қорғанымыз, жартастай мықты. Мүлтіксіз оның іс-әрекеттері. Барлық жолдары оның әділетті. Құдай сенімді, жоқ еш жалғандығы. Әрдайым ол әділ, әрі шынайы. Бірақ осы халық оның алдында салынып кетті зұлым азғындыққа. Олар оның балалары емес сонда. Қайта азғын алдамшы ұрпақ масқара. Жаратқанның жасаған жақсылықтарына жауап беретін жолдарың осы ма? О халық-ау, ақымақ та, ақылсыз да. Ол сені жаратып қалыптастырған әкең емес пе, әрі бекітіп қойған. Ежелгі заманды есің алшы. Өткен ұрпақтар туралы толғаншы. Атаңнан сұраш, ол саған айтып берер. Қарттарыңнан сұраш, олар түсіндірер. Адамзатты жаратқан ие таратқанда, мұралық жерін үлестіріп әр халыққа, Израильдің ұрпақтарының санына сай белгіледі шекараларын сонда. Себебі өз халқы жаратқанның үлесі, Жақыптың ұрпақтары оның меншігі. Ол халыққа ұшырасты айдалада. Жел ысқырып, құлазыған маңдалада. Оның қамын ойлап, жан жақтан қоршады. Көзінің қарасындай сақтап қорғады. Бүркіттей ұясын күзетіп тұрған. Балапандары үстінен қалықтаған. Олар үшін қанаттарын кең жайған. Қауырсын қанатымен тасыған. Жаратқанның жалғыз өзі халқын бастады. Қасында ешқандай бөгде тәңір болмады. Ол халқын жер қыраттарына шығарды. Даланың өнімімен оны асырады. Жартастағы ұядан оған бал сорғызды. Тастақта өскен зәйтүннен май ағызды. Табын отар малының май сүтімен, бордақы тоқтылақтың етіменен, башанның ең қоңды қошқарларымен тойдырады әрі үздік астық дәнімен. Ал ешірін семіріп қыңырланды. Халық әбден тойынып қоң жинады. Тіпті өзін жаратқан Құдайды менсінбеді. Жартастай құтқарушысынан безіп кетті. Халық бөгде тәңірлерге табынды. Бұларымен жаратқанды ызаландырды. Жексұрын пұттармен қаһарландырды. Құдай емес, жын періге құрбан шалды. Оларды бұрын еш біліп танымады. Солар жаңа ғана елімізде пайда болды. Ата-бабалары олардан қорықпады. Өзіңе өмір берген жартасты тастадың. Өзіңді жаратқан Құдайды ұмыттың. Жаратқан мұныңды көріп наразыланды. Рухани ұлғыздарына қаһарланды. Былай деп,
бұлардан жүзімді жасырамын. Көремін олардың соңының не боларын. Өйткені олар азғындаған ұрпақтар, әрі опасыз, сатқын болған балалар. Құдай емес мүсіндерге табынды. Осылай қызғанышымды тұтандырды. Тәңір сымақтарымен мені қаһарландырды. Сонда мен халық сиқы жоқ бөтендер арқылы олардың қызғаныштарын тұтандырамын. Иә, өздері түсінігі жоқ деп санайтын өзге халықпен оларды ашуландырамын. Өйткені қаһарым оттай тұтанады. О дүниенің түбіне дейін жайылады. Жерді бар өнімімен бірге жалмайды. Таулардың негіздерін өртеп талқандайды. Халқымның басына пәлелер түсіремін. Жебелерімді оларға атып бітіремін. Аштықтан халқым жүдеп әлсірейді. Жаппай індеттерден азап шегеді. Обадан толығымен құртылады. Жұмсаймын оларға жыртқыш аңдарды. Жерде жорғалайтын улы жыландарды. Жас жігітпен бойжеткен, емшектегі баланы, аққырау басын шалған қарияны. Барлығын далада семсер өлтіреді. Үйде үрей билеп үміттерін үзеді. Халқымды талқандап, таратып жіберуге, адамзат есінен аттарын өшіруге мен әбден дайын тұрған болар едім. Бірақ жау табаламасын деп жүрдім. Олар жаратқан емес мұны істеген. Өз күшімізбен жеңіп шықтық демесін. Осы халық түсініктен жұрдай болған. Ақыл-парасаттары еш қалмаған. Дана болып олар ұғынса ғой. Ақырайғы не боларын ұқса ғой. Жартастай қорғандары, жаратқанның өзі жау қолына тапсырмаса Исраильді, қалайша жаудың жалғыз жауынгері Исраильдің мың сарбазын қуар еді. Және қалайша жаудың екі жауынгері 10 мыңдай Исраильдікті қашқызар еді. Себебі жаулардың жартастай қорғандары біздің қорғанымыз Құдайға ұқсамайды. Бұлардың өздері соны мойындайды. Олардың жүзім бұталары Содомнан, әрі Ғамораның бақшаларынан. Піскен жүзімдері түгелдей улы. Жүзім шоқтары да сондай ащы. Шараптары сұр жыланның заһарындай. Зәрлі жыланның кісі өлтірер уындай. Жаулардың зұлым істерін қойдым сақтап. Қоймама салдым мөрлеп тастап, дейді иеміз. Жазалау менің ісім. Тиісті жазаларын тартқызамын өзім. Кезі келгенде аяқтары таяды. Күйрейтін күндері жақындап қалды. Тағдыры зырғытып қуады оларды. Тәңірие сотта тергейді өз халқын. Олардың күш қуатының сарқылғанын. Құл мен еріктінің тірі қалмағанын байқап, оларға түсірер шапағатын. Сонда жаратқан ие қояды сауалын. Тәңір сымақтары олардың қайда екен? Шалған құрбандықтарының майын жеген. Сұйық тартуларының шарабын ішкен. Өздеріне медеу тұтып, сеніп жүрген, сондай берік жартастары қайда екен? Тұрсын олар, сендерге көмектессін. Бас сауғалайтын паналарың болсын. Біліп алыңдар енді, менің өзім, жалғыз өзім ғана, шынайы құдаймын. Менен басқа құдай болмас дайым. Өмірді алар, яке қайтарар өзіммін. Жаралап, жараны жазар да менмін. Құтқара алмайды өз қолымнан ешкім. Көкке қарай мен қолымды созамын. Салтанатты түрде жариялаймын. Тек мен ғана мәңгі тірі құдаймын. Жүзі жылтыр семсерімді қайраймын. Үкім орындап, оны қолда ұстаймын. Бар жауымды әділдікпен жазалаймын. Мені жек көргендерге жазасын тартқызамын. Жебелерімді сонда қанға маламын. Семсерім жалмайды өлетіндердің тәнін. Қаза тапқандар мен тұтқындардың қанын, әрі жау көсемдерінің бастарын. Шаттаныңдар енді, уа басқа ұлттар, жаратқан иенің халқымен қатар, бар періштелері де оған тағзым етсін. Себебі ол өз қызметшілерінің қанын төккенге жазасын тартқызады, және өз халқымен елін тазартады. Мұса мен Нун ұлы Иешуа екеуі халықтың алдына шығып, оларға осы жырдың сөздерінің барлығын естіртті. Мұса бүкіл Исраильге жырды айтып болғаннан кейін, оларға былай деді: Мен бүгін сендерге нықтап айтқан осы сөздерді түгелдей жүректеріңе жазып, жаттап алыңдар. Содан бұл Таурат заңының барлық сөздерін балаларыңа үйретіп, сақтап орындауды өсиет етіңдер. Сол бұйрықтар жай сөздер емес. Олар сендерге
рухани игілікке толы өмірді алып келеді. Оларды ұстанатын болсаңдар, Йорданның арғы жағындағы иемденгелі тұрған елдегі өмірлерің ұзақ болады. Сол күні жаратқан ие Мұсаға былай деді: Моаб еліндегі Абарим қыратына, Ерихонның қарсысындағы Небо тауына көтерілде. Мен Исраильдіктерге меншікке бергелі тұрған Қанахан еліне көз жіберіп қара. Сол шыққан тауыңның үстінде, Хор тауында қайтыс болған ағаң Харон сияқты, сен де көз жұмып, ата-бабаларыңның қасына аттанасың. Бұның себебі, Израиль халқының Сін даласындағы Қадештің маңында, Мерибадағы жартастан ағып шыққан судың қасында жиналып тұрғанда, екеуің Исраильдіктердің көзінше маған сенім артпай, киелі атымды қастерлемедіңдер. Сондықтан мен Израиль халқына табыстағалы тұрған елді көзіңмен көресің, бірақ өзің оған аяқ баспайсың. Заңды қайталау 33-ші тарау. Құдайдың таңдаған адамы Мұса қайтыс боларының алдында Израильдіктерге батасын беріп былай деді: Жаратқан ие келген еді Синайдан, үстімізге көтеріліп Сиир тауынан, әрі шұғыласын шашып Паран тауынан, сан мыңдаған өзіне бағышталғандармен келді оңтүстіктен тау етектерінен. Иә, ем, сен халқыңды сүйесің, өзіңе бағышталған қасиеттілердің барлығы да қолыңда өзіңнің. Бәрі жиналып аяғыңа бас ұрады, сөздеріңді өзіңнен қабыл алады. Мұса бізге тапсырды Таурат заңын, мұрасы болды ол Жақып қауымының. Бас қосқанда халықтың басшылары, олармен бірге Израильдің рулары, жаратқан ие болды Ешурунның патшасы. Пайғамбар Рубен руына мынадай бата берді: Рубен руы өмір сүрсін құрымасын, лайым адамдарының саны азаймасын. Ал Яхуда руына арнап ол былай деді: Уа жаратқан, Яхуданың даусын ести көр, оны халық қылып жинап әкеле көр. Оның мүддесін қорғасын өз қолдары, демей көрші оны жауларына қарсы. Леу руына Мұса мынадай бата берді: Кемелділік пен нұр атты жебелерің өзіңе адал бұл жандарда бола берсін. Уа ем, Маса маңында оларды сынадың, Мерибада жартастан шыққан сулардың қасында олармен күрескен едің. Қорғау үшін сөздеріңмен келісіміңді, әке-шешелерінің тілегін елемеді. Олар ағайындыларында танымады, тіпті өз балаларында мойындамады. Жақып халқына шешімдеріңді жеткізеді, Израильге Таурат заңыңды үйретеді. Алдыңда хош иісті заттар түтетеді, үстеріңде шалынған құрбандықты өртейді. Уа ем, Леуінің күшін жарылқай көрші, істеген істеріне риза бола көрші. Леуге қарсы шыққанды күйрете көр, жек көрген жауларын тұрмастай жыға көр. Мұса Бунямин руына батасын беріп былай деді: Лайым жаратқане жақсы көрген, ру оның қасында тұрсын аман есен. Күн сайын ем оны қорғайтын болсын, таулардың беткейлерінде қоныстансын. Жүсіпке Мұса мынадай бата берді: Жаратқане жарылқасын оның елін, аспанның баға жетпес шығын түсіре берсін. Шыңырау бұлақтарын ағыза көрсін, күн кезінде пісетұғын үздік жемістерін. Ай сайын жиналатын керемет өнімдерін, жаратқане ағыл-тегіл сыйлай берсін. Ежелгі таулардың таңдаулы өнімдерін, мәңгі қырлардың да тамаша егіндерін. Жанып жатқан бұтаның арасынан өзін аян еткен еміз жаратқан. Жүсіпке мейірім көрсетіп жердің және оны толтырып тұрған жан иелерінің ең тамаша өнімдерін сыйлай көрсін. Бұл игіліктер төбесіне Жүсіптің, бауырларының ішінен таңдаулының басына әрдайым қона берсін. Жүсіптің айбаты тұңғыш бұқаныкіндей, һәм күші жабайы бұқаның мүйізінікіндей. Солармен ол күлді бөтен ұлттарды, тіпті жердің түкпіріндегі халықтарды мүйізімен сүзгеніндей жеңіп шығады. Ефрем руының 10 мыңдаған адамдары, осындай әрі Манасаның мыңдағандары. Забулон мен Исашар жайлы Мұса пайғамбар былай деді: Ей Забулон, жолға шыққанда шаттаныңдар, ал Исашар, шатырларыңда қуаныңдар. Теңіз оларды дәулетті қылады, құмнан да олар байлық тауып алады.
Ұлттарды Құдайдың тауына шақырады. Оған адал құрбандық шалып ұсынады. Ғат руына ол мынадай бата берді: Ғаттың жерін кеңейткен ием қастерленсін. Ғат арыстандай тынығады, ал кейін жемтігіне басалып паршалайды денесін. Ғат өзіне ең жақсы жерді таңдап алған, сонда басшының үлесі сақталған. Халықтың игі жақсылары бас қосқан, Ғат жаратқанның әділ еркін іске асырған. Израиль жайлы шешімдерін орындаған. Дан руына пайғамбар мына батаны берді: Дан руы бір жас арыстандай болады, сол Башан аймағынан секіріп шығады. Нафталим руына арнап Мұса былай деді: Ей Нафталим, жаратқанның рахымымен ағыл-тегіл жарылқауына бөленген, сен Галилея көлі мен оңтүстігін иемден. Ашир руына ол мына батаны берді: Ұлдардың ішінде Ашир мол жарылқанған, ағайындары оны ұнатсын әрқашан. Зәйтүн майы мол ақсын әрдайым, аяғын соған мал алсын оллайым. Темір қоладан болсын қақпа сырмаларың, берік тұрсын бекінген қалаларың, көрер күндеріңе сай молайсын қуатың. Уа Ешурун, ешкім ұқсамас Құдайыңа, ол салтанатпен келеді сені қолдауға. Бұлттар үстімен жүреді аспанда, ежелден Құдай болып келеді баспанаң. Аясында боласың мәңгілік қолының, ол жауыңды алдыңнан қуып шығады, оны жойып құртуға бұйырады. Сонда Израиль аман-есен тұрады, Жақыптың бұлағы қауіпсіз болады. Лайым аспаннан шық түсетін болсын, елдің наны мен шырыны молайсын. Уа Израиль, қандай бақыттысың сен, жаратқан ие құтқарған, аман-есен өзіңдей басқа халық бар мекен. Ол сені қалқандай қорғап қолдайды, семсердей саған үстемдік сыйлайды. Алдыңда құлдық ұрады жауларың, биік жерлеріне аяғыңды басасың. Заңды қайталау. 34-ші тарау. Мұнан кейін Мұса Моабтың елсіз алқаптарынан Ерихонның қарсысындағы Небо тауына, Писканың басына шықты. Сол жерде жаратқан ие оған бүкіл елді, Ғилақаттан сонау Данға дейінгі аралықты, Нафталим руының қоныстанар жерінің бәрін, Эфрем мен Манасаның аймақтарын, Яхуданың барлық жерін батыстағы Жерорта теңізіне дейін, оңтүстіктегі Негеп даласын, әрі құрма ағаштары өсетін Ерихон қаласы орналасқан алқаптан Соғар қаласына дейінгі бүкіл өңірді көрсетті. Сонда жаратқан ие оған былай деді: Мынау мен ұрпақтарыңа сыйлаймын деп, Ыбырайым, Ысқақ, Жақыпқа ант пен уәде еткен ел. Оны көзіңмен көруге саған мүмкіндік бердім. Ал өзің сол жаққа өтіп, елге кірмейсің. Бұдан соң жаратқан иенің айтқан сөзіне сәйкес, оның қызметшісі Мұса сол жерде дүние салды. Оның мәйіті Моаб елінде, бет Пеғорға қарсы жатқан алқапта қабірге қойылды. Күні бүгінге дейін Мұсаның қабірінің қайда екенін ешбір адам білмейді. Мұса қайтыс болғанда 120 жаста еді. Ол көзінің нұры таймаған, тыңда қайратты кісі болатын. Израильдіктер Моабтың елсіз алқаптарында Мұсаны аза тұту уақыты біткенше 30 күн бойы қатты қайғыра жылап жоқтады. Ал Нун ұлы Иешуа Құдайдың даналық пен дарындар сыйлайтын рухына кенелген еді. Себебі Мұса оның үстіне қолын қойып батасын берген болатын. Сондықтан израильдіктер жаратқан иенің Мұса арқылы берген бұйрығына сай Иешуаның айтқанын тыңдайтын болды. Бұдан былай Израильде Мұса сияқты ұлы пайғамбар болған емес. Жаратқан ие Мұса пайғамбармен ғана бетпе-бет қарым-қатынас жасайтын. Ол Мұсаны Мысыр еліне жібергенде, оған Перғауынды, оның барлық нөкерлері мен елін жазалау үшін әртүрлі кереметтер мен ғажайып істерді орындатты. Осылайша Мұса бүкіл Израиль халқының көз алдында жаратқан иенің зор құдіретін көрсетіп, үрейлі іс-әрекеттерді жасады.